Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Қоңыраушаны басып, тіркеліп қойыңыздар. Бүгін біздер фисташка балмұздағын дайындайтын боламыз. Бұған қажетті құрамдағы заттардың барлығын описание бөлімінде жазып толықтырып қойдым. Сүтімізге қантымызды, декстрозымызды және құрғақ кілегейімізді салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Толық араласып бір келкі болуы қажет. Содан кейін бізде арнайы мына кондитер дүкенде сататын фисташка ерітіндісін алып араластырамыз. Толығымен араластырып, отқа қойып, оны қайнатамыз. Үнемі араластырып тұрғанымыз абзал. Қайнап болғаннан кейін жаңағы крахмалымызды, жүгері крахмалын аздап суға ертіп қосамыз. Бұл бізде массамыздың қою болуына әкеледі. Осылай қою болу керек. Содан кейін отты сөндіріп, суытамыз бөлме температурасында. Оған дейін кілегейімізді құйып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Миксердің жылдамдығына қойып, араластырып болғаннан кейін екі массаны біріктіреміз. Мына кілегейіміз дайын. Одан кейін жаңағы суыған қоймалжын массамызды қосып, фисташканың түсі өзгеріп, әдемі түске келді. Енді кілегеймен осы массаны біріктіреміз. Құрамына фисташка ұнтағын салуға, болмаса кәдімгі грек жаңғағында қосуға болады дәм келтіруге. Жақсылап тұрып, бір келкі дұрыстап араластырып аламыз. Міне дайын бізде. Енді арнайы контейнерге салып, мұздатқышқа қоямыз. Біздің балмұздағымызды түнге мұздатқышқа қойып қойғанымыз абзал. Салқындап, массасы өзінің формасын алады. Міне дайын балмұздағымыз. Тексеріп арасында қарап тұрдық. Оны осылай әдемі ыдысқа салып, тартуымызға болады. Дәмі өте керемет, міндетті түрде жасап көріңіздер.